Біз көбінесе Алла тағала жайлы әрқашан жақсы ойда, жақсы пікірде, жақсы сөз айтып жүреміз. Және де Алла тағала шексіз мейірім иесі, Алла тағала жомарт, Алла тағала бай, Алла тағала жоқты бар етуші, Алла тағала мүмкін еместі мүмкін етуші деген сияқты айтып жүреміз, бірақ миымыз сенбей жатады. Бұл кезде менің ойымша, менің байқағанымша, Алламен сырласу керек. Мына біздің ойымыз бен жүрегіміз бір-бірімен коннект болмай жатқан кезде Алламен қалай бар, солай шынайы сөйлесу керек деп ойлаймын. Мысалы, Аллахым, мен білемін, сен шексіз мейірім иесісің, сен осы күллі әлемдердің Раббысысың, сен байсың және сен байтушысың, сен шексіз махаббат иесісің, сен мені өзіңнің махаббатыңмен жараттың, мен бұл дүниеге жайдан жай келген жоқпын. Аллахым, мен жүрегіммен саған сенемін, мен рухым саған сенеді, бірақ менің мына миым қарсыласып жатыр деген сияқты өстіп шындығыңызды айтып, Аллахым, менің ойымды, санамды, жүрегімді, нәпсімді барлығын өзің көркем түрде реттеп беруіңді сұраймын. Бұл менің өзімнің жеке жүрегімнен шыққан дұғам. Мен Алладан осылай өзім сұраймын. Мүмкін сіз үшін де ол пайдалы болып қалар. Мен солай айтам, Аллах, менің ойым сенбей жатыр, мен миым сенбей жатыр, бірақ мен саған тапсырамын, Аллахым. Егер сен менің жүрегіме осындай бір арманды салып тұрсаң, демек сен маған оны бергің келіп жатыр, және де мен оны миым қабылдауға дайын емес, соны барлығын өзіңе тапсырамын, Аллахым, барынша көркем түрде маған соның барлығын реттеп беруіңді сұраймын, және мен соған қатты мұқтажбын деп Алладан сөйтіп сұраймын. Мүмкін сіз үшін де бұл ақпарат пайдалы болады деген ойда бөлісіп жатырмын, өйткені бізде көбінесе адамдарда мына ми мен жүрек байланыста болмай қалады. Әсіресе Алладан осылай сұрайтын кезде. Одан кейін Аллах тағала бізге күре тамырымыздан жақын. Алла тағала біздің ішіміздегі жасырылған сырлардың барлығын білуші. Сол үшін менің байқағаным андай, Алла тағаламен сырласқанда барынша шынайы болу. Ішіміздегі, жүрегіміздегі жасырылып тұрған, ешкімге мойындап айтпайтын нәрселерді тек Аллаға мойындап айту, барынша шынайы болу, осы ең